Hi everyone, welcome to my channel. In today's lesson, we are going to talk about adjective order. Сәлем достар, бүгінгі сабақта сын есімдердің орналасу реті туралы өтетін боламыз. Видеоны қарамастан бұрын каналымызға жазылып кетіңіздер, және де сабақты соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Сын есім және де оның түрлері туралы видео сабақтар осы каналымызда бар. Алдымен сын есім не және де оның қандай түрлері бар екендігін түсініп алсаңыздар. Ал бүгінгі сабақта біз сөйлемде бірнеше сын есімнің қатар келуі және олардың орналасу реті туралы өтетін боламыз. Кейде сөйлеу барысында екі немесе одан да көп сын есімдерді қатар қолданамыз. Мысал үшін, we live in a nice new house. There was a beautiful large round wooden table in the kitchen. Бұл жердегі nice, new, beautiful, large, round, wooden сөздері сын есім болып келеді. Ағылшын тілінде бір сөйлемде көп сын есімді қолданғанда белгілі бір олардың орналасу реті болады. Яғни, мына реттіліктер арқылы сын есімдерді қолданамыз. Алдымен opinion'ына тоқталамыз. Яғни, пікір, beautiful, nice, delicious, cute деген сын есімдер кіреді. Екінші, size, көлеміне тоқталамыз. Big, small, tiny, huge. Көлемнен кейін бізде shape айтылады. Round, fat, thin, slim, wide, square сынды сын есімдер кіреді. Төртінші, condition, яғни жағдай айтылады. Broken, dirty, clean, яғни сынған, таза, last деген сын есімдер қолданылады. Келесіде age, яғни жасы қолданылады. New, old, young сын есімдерін қолданамыз. Color, green, red, brown, black сынды сын есімдерді қолданамыз. Жетінші, оның origin, яғни шығу тегін айтамыз. American, French, British, Turkish. Келесіде материал, яғни неден жасалынғандығын айтамыз. Wooden, ағаштан, silk, жібектен, cotton, мақтадан, gold, алтыннан, silver, күмістен деген сияқты. Ал ең соңында purpose, яғни мақсат айтылады. Writing, cooking, running, sleeping, яғни жазуға арналған, тамақ пісіруге, ұйықтауға арналған деген сияқты. Сөйлемде екі немесе одан да көп сын есім қолданғанда осы реттілік арқылы қолданамыз. Мысал үшін, there was a beautiful large round wooden in the kitchen. Ас үйде әдемі үлкен дөңгелек ағаш үстел болды. Бұл жердегі beautiful сөзі opinionға жатады. Large sizeға, яғни көлеміне, round дөңгелек, оның shape, яғни пішініне жатады, ал wooden ағаштан жасалған оның материалына жатады. Келесі мысал, she's a beautiful, tall, thin, young, black-haired Scottish woman. Ол әдемі, ұзын бойлы, арық, жас, қара шашты шотландиялық әйел. Beautiful, opinion, tall, size, thin, shape, young, age, black-haired, color, Scottish, orange'ге жатады. Осылай реттілік бойынша орналастырамыз. Келесі мысал, I'm wearing soft pink cotton dress. This is an expensive new black smart TV. Яғни expensive opinion, new age, ал black түсіне жатады. Біз айта алмаймыз, this is new black expensive smart TV деп айта алмаймыз, өйткені бізде белгілі бір орналасу реттіліктері бар. Тағы бір-екі мысалға тоқталатын болсақ, I have got a big fat black cat. It is cold. I need my new red woolen scarf. He has curly short blonde hair. I bought fashionable long black silk skirt. A good-looking young man. A little old red car. A lovely little old village. An interesting old French painting. Яғни сөйлем құрау барысында, сөйлеу барысында екі немесе одан да көп сын есім келсе, сын есімдерді осы реттілік бойынша орналастырамыз.